Бұл 5 наурызда Әзірбайжанның Нахчыван автономиясына жасалған дрон шабуылының көрінісі. Таяу шығыс пен Кавказ өңірінде геосаяси жағдай күрт шиеленісіп, аймақтық ойыншылар арасында текетірес жаңа деңгейге көтерілді. Оқиғаның өрбуіне жоғарыда айтқан Әзірбайжан мен Түркия аумағына құлаған зымыран түрткі болды. Баку бұл әрекетке Иранды айыптаса, Түркия өз кезегінде егемендігіне нұқсан келтіретін кез келген қадамға қатаң жауап беретін мәлімдеп, әскери дайындыққа көшті. Тегеран барлық уәжді жоққа шығарып, мұны Израильдің мұсылман елдердің арасына іріткі салу үшін жасалған арандату деп ақтады. Бұл шекарадағы жай ғана қақтығыс емес, үлкен стратегиялық ойынның көрінісі болуы мүмкін. Түркия келесі қауіп деген пікірді Израильдің саясаткерлері тарапынан айтылды. Ал Әзірбайжан Түркияның стратегиялық әріптесі Иран біз Түркия мен Әзірбайжан соққы жасамадық деп ашық айтты. Яғни бұл жерде Израильдің ізі болуы ғажап емес, тағы бір пайым ақш факторы. Вашингтон Анкараның да осы шиеленістің ойыншысы ретінде тартқысы келетін сияқты. Бұл сөздің жаны бар. Израильдің экс-премьері Нафтали Беннет Түркиядан қауіптеніп отырғаны рас. Анкараның күшеюін ақш пен Израиль қауіпсіздігіне басы қатер деп бағалады. Сарапшылар бұл жағдайды Бегин доктринасымен байланыстырады. Израиль әлеуетті қарсылас елдердің, соның ішінде Түркия, Сауд Арабиясы мен ядролық қаруы бар Пәкістанның одақтасуынан қауіптенеді. Егер бұл үштік Эр-Риядтың қаржысы, Исламабадтың ядролық технологиясы және Анкараның әскери қуаты бір арнаға тоғысса, аймақтағы күштердің тепе-теңдігі түбегейлі өзгермек. Түркия бұл жаңа Иран, Ердоған айлакер әрі қауіпті тұлға. Ол Израильді қоршауға алуға тырысуда. Біз бұған көз жұма алмаймыз. Түркия мен Қатар, Сирия мен Газа секторындағы ықпалын кеңейтіп, аймақтағы саяси және әскери қатысуын күшейтуге ұмтылуда. Тель-Авив Анкараның стратегиялық амбицияларын мойындап, соған сәйкес жауап әзірлеуі тиіс. Қазір таңда Кавказдағы дрон соққылары мен Тегеранның Израильге сілтеген айыптаулары осы үлкен геосаяси майданның бір бөлшегі іспетті. Аймақ елдері арасындағы сенімсіздік тереңдеп, кез келген қате қадам ауқымды соғысқа ұласып кетуі қаупін туғызып отыр. Даудың басы қайдан шықты? ақш пен Израиль неге Иранмен бейбіт келіссөз жүргізіп жатып, бірден әскери қақтығысқа көшті? Молдалар билігі неге құламады? Иранның жаңа рухани көшбасшысы кім? Одан не күтеміз? Вашингтон Бейжіңнің соңына түсіп, Иран соның салдарын тартып жатқан жоқ па? ақш осы уақытқа дейін қанша елдің басшысын ұрлап әкетті, өлтірді? Бүгін осыны саралаймыз, сараптаймыз. Ассалаумағалейкум, армардақты ағайын, мен Айбек Қосан. Сіздерді арнамызды қолдап, лайк деп тапсаңыздар, лайк басып, пікір жазуға шақырамын. Олай болса, көп сөзбай бастайық, тақырып талқылап тастайық. Таяу шығыстағы жағдай шегіне жетті. ақш пен Израиль әскери күштері Иран әскери теңіз флотына қарсы эпикалық қаһаратты ауқымда операция жүргізіп жатыр. Оман шығанағы мен Шри-Ланка жағалауындағы шайқастардың нәтижесінде Иранның жалпы алғанда 11-ден 17-ге дейін кемесі су түбіне кеткен деседі. Тегеран тарапы Дена фрегатынан айырылған және 87 сарбаздың қаза тапқанын ресми түрде растады. Сонымен қатар жойылған техникалардың арасында Иранның суасты қайығы да бар екені хабарлануда. Осы оқиғалар аясында ақш президенті Дональд Трамп Иранның болашақ саяси бағытына қатысты кесімді мәлімдеме жасады. Ақ үйдің басшысы Иранның жоғары қолбасшысы Али Хеменейдің ұлы Моджаба Хеменейдің билікке келуіне түбегейлі қарсы екенін ашық айтты. Цитата келтірейін. Хаменейдің ұлы мен үшін қабылданбайтын тұлға, ол түкке тұрмайтын адам. Бізге Иранға бейбітшілік пен үйлесім әкелетін көшбасшы керек. Венесуэла мәселесіндегідей, мен бұл тағайындау процесіне тікелей қатысуым керек, деді Трамп Axios басылымына берген сұхбатында. Сарапшылардың пікірінше, Вашингтонның мұндай қатаң ұстанымы мен теңіздегі ірі әскери соққысы аймақтағы билік транзитіне тікелей әсер етуді көздеп отыр. Мұны бір деп қойыңыз. Вашингтоннан жеткен тағы бір мәлімдеме жаға ұстатады. Жаға ұстатқаны бұлай тұрсын, есі дұрыс адамды есеңгіретеді деп сипаттасақ дәл келетіндей. Әлемде қауіпсіздік мүлдем жаңа әрі қауіпті кезеңге өтуде. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролин Левит Иранға шабуылдың себебін түсіндіргенде Дональд Трамптың неге негізделгенін бұлай баяндайды. Президентте Иран Америка құрама штаттарына және аймақтағы біздің нысандарымызға соққы беруге дайындалып жатыр деген ішкі түйсігі, ішкі сезімі болды. Осыған сүйен отыр бұл эпикалық қаһар операциясын бастау туралы шешім қабылдады. Біз бірінші соққыны жасамасақ, олар жасар еді деген уәж саясаттың рационалды логикадан эмоционалды деңгейге түскенін меңзейді.
Қайталап айтам, мұны Ақ үйдің ресми өкілі жұрт алдына көзін бақырайтып шығып айтты. Левит ханым фактілерге негізделген сезім, feeling based of fact деген терминді қолданды. Бұл мағыналық жағынан бір-біріне қайшы ұғымдар. Егер нақты айғақтар, дерек дәйектер болса, ол сезім емес, барлау мәліметі деп нақты аталуы тиіс. Енді бұл оқиғаның шыңыраушыны абсурдтығына тоқталайын. Соғыс бастау үшін түйсікті алға тарту кез келген мемлекеттің, кез келген уақытта маған солай көрінді деп шабуыл жасауына жол ашады. Бұл халықаралық қатынастарда ойынға, келемежге керек десеңіз, жеке мүдденің қамына қолдану. Басқаша сипаттау мүмкін емес. Бұрын қалай еді? Бұрын соққы жасау үшін Біріккен ұлттар ұйымының берілген спутниктік суреттер немесе химиялық қарудың сынамалар көрсетілетін. Кейбірі тіпті жалған болып шыққан кездерде аз емес. Дегенмен фактілер алға шығатын. Ал қазіргі жағдайда Ақ үй тіпті дәлел көрсету формализмнен де бас тартып, тек президенттің интуициясына сеніп, оны басты аргумент ретінде көрсетіп отыр. Әрине, мұны көрген америкалықтар наразылық білдіре бастады. Мысалы, ақш теңіз жаяу әскерінің ардагері Брайан МакГиннис сенаттағы тыңдауда Трамптың Иранға қарсы әскери операциясын бастау шешіміне қарсылық білдірген. Оны қауіпсіздік қызметкерлері сүйреп әкетіп алып кеткенге дейін ол ешкім Израиль үшін соққысы келмейді деп айғайлаған. No one wants to fight for Israel! His hand! Oh, his hand! Бұл саясаттың постшындық дәуіріне постлогика дәуіріне өткенінің белгісі. Трамптың Иранмен қақтығысына қарсы ардагерлер ғана бас көтеріп жатқан жоқ. ақш-тың конгресі біздіңше айтқанда парламенті де тұтас қолдап отырғаны шамалы. Демократтар президенттің әскери өкілеттілігін шектеу туралы заң жобасын ұсынды, бірақ сенаттан қолдау таппады. Неге? Себебі өткен сайлауда Трамп билікке келді. Сол сайлауда онымен бірге республика партиясы да конгресте көпшілік орынды иеленді. Демократтардың қолдау таппауы ақш-тағы ішкі саяси тепе-теңдіктің бұзылғанын білдіреді. Енді президентке кез келген әскери операцияны бастау үшін тек ішкі сезімі жеткілікті сияқты. Бұл заң шығарушы биліктің атқарушы билікке шексіз сенімхат беріп қойғанымен тең. Егер әлемнің ең ірі ядролық державасы соғысты түйсікпен бастайтын болса, басқа елдерге не жорық? Бұл логика бойынша кез келген диктатор көрші елдің шабуыл жасау ниетін іштей сезіп қояды екен, оны басып алатын болып тұр ғой сонда. Дипломатиялық келіссөздер өз мәнін жояды. Өйткені ішкі сезімді келіссөз үстелінде талқылау мүмкін емес. Ал ақш-тың түпкі миссиясы қандай? Қазба байлығы мол елдер мен аумақтарды алақанында ұстау десем, келісер ме едіңіз? Сарапшыларды тыңдап көрейік. Олар өздерінің тауарларын өткізетін рыноктан айырылып қалғысы келмейді. Өйткені яғни қазіргі кезде Америка құрама штаттары біртіндеп яғни энергетикалық жүйелерді өзінің бақылауына ала бастады. Бұрыннан яғни Ливия мен Иракты өзінің ықпалында ұстап келсе, енді яғни әлемдегі мұнайдың ең көп қоры бар Венесуэла солар ықпалына өтті. Енді яғни қазіргі кезде енді Ирандың да өзінің ықпалына аламыз дегенмен, бірақ яғни бұл түбегейлі шешілмейтін мәселе деп көптеген мамандар болжайды. ақш президенттері осыған дейін қанша елдің басшысын тақтан тайдырды? Саусағыңызды бүге беріңіз, санап шығайық. Соңғы 60 жылда әлемдік саяси сахнада Вашингтонның мүддесіне қарсы шыққан көшбасшылардың тағдыры бір ғана сценариймен аяқталып келеді. Ол құлау, тұтқындалу немесе өлім. Мен төменде түсетін лидерлердің бәрі бірдей сүттен ақ судан таза демеймін. Арасында халқын қанға ысытқандар жетіп артылады. Дегенмен ақшта ақиқаттың ақ туын шықпай келеді дегенге сене қоймаймын. Сонымен, бәрі 1961 жылы Конго тәуелсіздігінің символы Патрис Лумумбаның Астыртын қазасынан басталады. Содан бері бұл түзім тоқтаған емес. 1973 жылы Чилидегі Сальвадор Алленде сарайында оққа ұшса, 1989 жылы Панама президенті Мануэль Нориега ақш әскерінің басып кіруімен тұтқындалып, өмірін түрмеде өткізді. Жаңа ғасыр бұл түзімді одан сайын қатыгез ете түсті. 2003 жылы жаппай қырып жою қаруы бар деген желеумен басталған Ирак соғысының соңы Саддам Хусейнді дарғасумен аяқталды. 2011 жылы НАТОның әуе соққылары Ливияның диктаторы Муаммар Каддафидің дәуірін қанды хаоспен аяқтады. 2026 жыл бұл тізбектің шарықтау шегі. Қаңтар айында Венесуэла көшбасшысы Николас Мадуро ақштың арнайы операциясымен ұсталып, Нью-Йорк сотына жеткізілсе, ақпан айының соңында
Иранның рухани көсемі Әли Хаменейдің соққыдан қаза табуы әлемді дүр сілкіндірді. Жасыратын жоқ, рухани көшбасшысы өлген соң Иранның басшылығы сасып, қашып, режим құлайды деп ойлағандар аз емес. Жоқ, олай болмай шықты. Иран яғни осыған дейінгі құлаған басқа режимдермен салыстырғанда, мысалы үшін Сириядағы Башар Асадтың билігі болсын, немесе Ливиядағы Муаммар Каддафидік болсын, немесе Ирактағы Саддам Хусейндік болсын, олардан айырмашылық бұнда жүйе бір ретке келген, және бұнда жүйе жұмыс істейді. Жалпы яғни кезінде Черчилль айтқан болатын, жалпы яғни ең мықты деген мемлекеттер дейді, онда дейді, яғни премьер-министр жұмыс істемейді, тұтас жүйе жұмыс істейді, және қалыптасқан дәстүр жұмыс істейді деген болатын. Сондықтан яғни бұл арада жүйе қайтадан сол өзінің реттеушілік жұмысын одан әрі жалғастырды. Ирандағы молдалардың билігі құламады. Кейін белгілі болғандай, Аятолла Хаменей өлген күннің өзінде орны басуы мүмкін деген кандидаттар алдын ала іріктеліп қойған. Яғни ешкім аспанға қарап, жұлдыз санап отырмаған. Дегенмен, Иранға жасалып жатқан соққылар елді есеңгіреткен жасырын емес. Халықаралық саясатта точные удары яки дәл соққылар деп аталатын операция бар. Бірақ ол көбіне жоспарланған нәтиже бермей жатады. Ирандағы қыздар мектебіне жасалған соққы соның айқын дәлелі. Ақ үй қатысымыз жоқ деп ақталғанымен 171 құрбанның қаны Вашингтонның аймақтағы стратегиясына өшпес таңба болып басылды. ақш-тың Тегеран режимін әлсіретіп, халықты билікке қарсы айдап салуды көздеген болуы мүмкін. Бірақ бомбаның жарылысы мен жазықсыз бүлдіршіндердің қазасы ирандықтардың ішкі наразылығын емес, керісінше сыртқы басқыншылыққа деген жиіркенішін оятты. Елдегі азалы жиын батыс күткендей төңкеріс алаңына емес, ұлттық қасіреттің символына айналды. Осы трагедиядан кейін Иран қоғамында қандай трансформация жүріп жатыр? Соңғы уақыттағы енді ақш-тың өткен жолы халықтың наразылығы болған кезде дәл сол кезде көмекке келмей кешігіп келуі, әрі оның сыртында яғни ақш-тың енді Ирандағы қыздар мектебіне бомба тастауы, сонда оқушы қыздардың 147 оқушы баланың қайтыс болуы, бұл Иран қоғамын аз да болса жақындастырды. Сонда яғни олардың ойында әрине біздің ішкі наразылығымыз бар, ішкі қайшылығымыз бар, біздің бірақ мәселемізді сырттан шешіп бермейді деген мәселені қойып отыр. Иранның сарапшылар кеңесі Америка-Израиль шабуылынан қаза тапқан Әли Хаменейдің ұлы Моджаба Хаменейді Ислам Республикасының жаңа жоғары көсем етіп тағайындады. Бұл туралы әлемдік бақ жазып жатыр. Жаңа лидер туралы не білеміз? Моджаба Хаменей 56 жаста. Иран саясаты үшін бұл нағыз толысқан кемел жас. Оның ең басты саяси көзірі әкесінің жолын жалғастырушы болуы. 80-90 жылдары ол көпшілікке көріне бермейтін. Басқа саясаткерлер сияқты мінберлерде сөз сөйлегеннен гөрі мансабын көлеңкеде жүріп құруды жөн көрді. Ол ислам революциясы күзет корпусы мен арнайы қызметтердің мектебінен өткен. 2000 жылдардың ортасынан бастап қарапайым діни қызметкер мәртебесінде болса да, елдің армиясын, флотын және авиациясын бақылауда әкесінің басты көмекшісі болды. Неліктен ол таңдалды? Иран теократиялық мемлекет, сондықтан мұнда билік мұрагерлікпен берілмеуі тиіс, бірақ соңғы 10 жылда Моджабаның аты мұрагер ретінде жиі аталды. Ол халықтың көңіл күйінде офицерлер ортасында әкесіне қарағанда жақсырақ түсінеді деп есептеледі. Жоғарыда айттық, Иранда ислам революциясы күзет корпусы мемлекет ішіндегі мемлекетке айналған. Сондықтан жаңа басшы үшін молдалардың емес, генералдардың адалдығы әлдеқайда маңызды. Жаңа аятолланың жоспарымен беталысы қандай болмақ? Иранда осы саяси реализм теориясын негізінде олар яғни өзінің әскери потенциалын күшейте отырып, яғни қанатты ракеталар мен дрондар және ұшқышсыз ұшақтар шығаруға олар ден қойды. Сондықтан да қазіргі кезде оларда енді әскери саланың басымдығы өсіп отыр, ал енді жаңа ғана билікке келеді деп отырған Хаменейдің ұлы, оны енді кеше кейбір деректерде келді деп айтып жатыр. Хаменейдің ұлы ол әскерилермен тығыз байланыста болады. Өйткені яғни міндетті түрде елдің қауіпсіздігі, яғни бұларда бірінші орынға шығады. Өткен шығарылымдардың бірінде біз ақш 2025 жылдың желтоқсан айында National Security Strategy қазақ тіліне аударсақ, жаңа ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жариялағанын айттық. Бұл Вашингтонның әлемдік саясаттағы бағытын түбегейлі өзгерткен маңызды құжат. Жаңа стратегияда Қытай ақш-тың негізгі экономикалық және технологиялық бәсекелесі деп танылған. Жыл басталғалы әуелі Венесуэла президентін ұрлап әкетіп, мұнайына бақылау енгізу, кейін Иранға соққы жасау сәйкестік пе? Бұл
ұзақ мерзімді саясат деген дұрыс болар. Соңғы деректер Қытай мен Иранның жай ғана сауда емес, нағыз стратегиялық одаққа айналғанын көрсетті. Бұл қалай жұмыс істейді? 2021 жылы екі ел 25 жылға арналған стратегиялық келісімге қол қойған. Қытай Иранның инфрақұрылымына, 5G желісіне, порттар мен темір жолдарына 400 миллиард инвестиция салу тиіс. Иран бұл инвестиция үшін Қытайды жылдар бойы арзан мұнаймен үздіксіз қамтамасыз етеді. Бұл долларда айналып өтетін ең үлкен бартерлік келісім. Түрлі ақпарат көздері Вашингтон алқымнан алғанда Бейжің Тегеранға қол ұшын созып жатыр деген ақпарат тарады. Қытай өзінің Яоган және Джейлин спутниктер арқылы Иранға ақш кемелері мен базаларының координаттарын нақты уақыт режимде беріп отыр делінген. Демек, Тегеран аймақты Қытайдың жоғары технологиялық көзімен бақылап отыр деген сөз. Иранның дрондары мен зымырандары ақштың GPS жүйесіне тәуелді емес. Олар Қытайдың Бейдоу навигациясына көшкен дегенде ақпарат шықты. Бұл қаруды ақштың радиоэлектронды кедергілеріне төзімді және өте дәл етеді. Қытай үшін Ирандағы қазіргі биліктің тұрақтылығы өте маңызды. Өйткені 400 миллиард долларлық инвестиция мен арзан энергия көзі тек осы одақ сақталғанда ғана жұмыс істейді. Көптеген мамандардың айтуы бойынша ақш пен Қытайдың арасындағы текетірес дейді. Енді Қытаймен жақын араласатын мемлекеттерді қысымға алып келді дейді. Өйткені яғни Қытай негізінен Венесуэланың және Иранның және Ресейдің мұнайын сатып алып отырды. Қазіргі кезде енді Америка құрама штаттары Венесуэланың өзінің жағына шығарды, Иранды бейтарап қалдыра отырып, ал одан кейін Ресейдің де бейтарап қалдыра отырып, яғни әлемдегі Қытайдың ықпалын төмендету мақсатын ұстанып отыр. Егер мысалы үшін 2024 жылғы мәліметке сүйенсек, онда ақш-тың Қытайға экспорты 543 миллиард доллар болды. Ал енді ақш-тың Қытайға экспорты ол небары 163 миллиард қана болды. Яғни ал оның алдындағы жылдарда Қытай мен ақш-тың арасындағы сауда байланысында теңгерімсіз қалыптасты да ақш-тың экспорты Қытайға бұл 3-4 есе кем болды. Сондықтан осы мәселелердің барлығы енді олардың арасындағы қайшылықты оған сайын терең кетті. Ал енді Қытай болатын болса өзіне қажетті энергия ресурсты Венесуэладан алып отыр, және Ираннан алып отырды, және Ресейден алып отырды. Сондықтан енді қазіргі кезде мынау екі көзді жабу арқылы Қытайды әсер ету мақсатын ұстанып отыр. Демек, Вашингтон Қытайдың жанды жерін, яғни энергия ресурстарына тәуелділігін дөп басып отыр. Алайда бұл тек қазба байлық үшін талас емес, бұл Бейжіңнің әлемдік деңгейдегі қауіпсіздік кепілі ретіндегі беделіне үлкен сын. Иран мен Венесуэладағы соңғы оқиғалар бір маңызды сұрақтың басын ашып берді. Қытай өзінің стратегиялық серіктестерін нақты іспен, әскери қуатпен қорғауға дайын ба? Әлде оның ықпалы тек экономикалық шеңбермен шектеле ме? Қытай әлемге өзін ақш агрессиясынан қорғаушы және дем беруші күш ретінде көрсеткісі келген, бірақ шын мәнісінде екі жағдайға да Қытай тікелей араласа алмады, тек ресми айыптау дипломатиялық мәлімдемелермен шектелді. Бұл жағдай болашақта Қытаймен ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестік, одақтастық орнатқысы келетін елдерді кәдімгідей ойландырады. Осындай жағдайда Қытай Иранды келісімге көндіруден гөрі өзі тікелей ақшпен байланысын жақсартуға ұмтылуы мүмкін. Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпин наурыздың аяғы сәуірдің басында кездеспек. Бәлкім сол кездесуде Қытай бірінші кезекте ақшпен арадағы мәмілені жақсартуға күш салады деп ойлаймын. Иранның рухани көсемін және жоғары басшылығын қыру арқылы шаруа шешілмейтінін білген ақш пен Израиль тағы бір қитұрқы қадамға барып жатыр. Жалпы Иран 90 миллионнан аса халқы бар, сырттай біртұтас көрінгенмен іштей өте күрделі этникалық мозаика. Мұнда мемлекеттік билік пен мәдениеттің өзегі парсылар болғанымен елдің стратегиялық маңызды шекаралық аймақтарында ірі этникалық топтар шоғырланған. Солтүстік батыста әзірбайжандар, батыста күрдтер, мұнайлы оңтүстік батыста арабтар және Пәкістанмен шекарада белуждер тұрады. Орталықтың бір ұлт, бір тіл яки парсыландыру саясаты Әзірбайжан мен күрд секілді ірі топтардың ана тілінде білім алу талабымен жиі бетпе-бет келеді. Ресми Тегеран шииттік идеологияны ұстанады, ал күрдтер мен белуждердің басым бөлігі сүнниттер. Бұл діни айырмашылық пен ішкі сенімсіздікті тереңдетеді. Негізгі мұнай қоры арабтар тұратын аймақтарда болса да, жергілікті халықтың кедейлігі наразылықты қоздырып отыр. Иранның ішкі тұрақтылығы мен идеологиялық бақылау ғана емес,
осы сан алуан этникалық қабаттардың мүддесін қаншалықты ескеретініне тікелей байланысты. Орталық билік әлсіреген сәтте этникалық фактор мемлекет тұтастығына қауіп төндіретін басты тетікке айналуы мүмкін. Акциос басылымының хабарлауынша, Иракта шоғырланған күрд жасақтары ЦРУ мен Моссадтың қолдауымен Иран режиміне қарсы ауқымды шабуылға дайындалып жатыр деседі. Бір жеті бұрын 5 күрд тобы бірігіп, Тегеранға қарсы күресу үшін Иран Күрдістаны саяси күштердің коалициясын құрған. Қазіргі уақытта Иран-Ирак шекарасында мыңдаған сарбазшы орланған, ал соңғы апталарда жүздеген жауынгердің Иран аумағына өтіп үлгерген туралы айтылуда. Бұған жауап ретінде Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусы Ирак Күрдістандағы күрд базаларына зымыранмен соққы берді. Иранның барлау министрлігі елдің бас шекарасы арқылы ішке кірмек болған сепаратистік топтардың соққыға жығылып, ауыр шығынға ұшырағанын ресми мәлімдеді. Күрдтерді қолдай отырып, яғни оларға тәуелсіздік береміз деген уәдемен оларды қаруландырды. Бірақ яғни бұларда күрдтердің ықпалы мен қарқыны өте жоғары болып қоймайды деп ойлаймыз. Ал енді Ирандағы халықтың шамамен 40%-дан астам ғана, яғни олар парсылар, ал енді 40%-ға жуығы, шамамен мен алғанда қазіргі кезде мамандардың пікірі бойынша 20 миллион мен 37 миллионға шейін Әзербайжандар бар дейді. Енді осыған сәйкес, яғни жалпы үлкен таяу шығыс деген және үлкен Әзербайжан деген жобалар бар. Сондықтан яғни қазіргі кезде осы жобаларға қолдау білдіреді, іштен іріту жолдарын іздейді. Бірақ яғни қазіргі кезде енді Иран қоғамы, олар монолитті қоғам болып былай жағынан қалыптасып қалды. Бірақ бұлардағы енді плюс халықтың тұрмыс жағдайының төмендеуі және одан кейін инфляцияның өсуі осы жағдай елдегі наразылықты ұлғайтуы мүмкін. Енді әңгімені Қазақстанға қарата бұрайық. ақш пен Израиль бір жақ, Иран бір жақ болып соғысып жатқан сәтте Қазақстан үшін маңызды бір жаңалықтың құлағы қалқиып шыға келді. 1 наурызда Иранның зымыраны түскен Дубайдағы Fairmont The Palm резиденциясында қазақтардың 97 пәтері бар болып шықты. Мұны журналист Манас Қайыртайұлы жазды. Олардың кейбірі бұрын биліктегі лауазымды қызмет атқарғандардың туыстары. Әсілінде Дубайда қазақтардың 97 емес, 1000-нан аса жылжымайтын мүлкі бар екен. Бұл туралы 2024 жылы власть зерттеуінен белгілі болған. Сол кезде басылым Дубайды Қазақстанның екінші астанасы деп атаған. Ал Пальм Джумейра мен Марса Дубай қазақ шенділерінің сүйікті ауданы. Мұнда Назарбаевтың тоқалы Әсел Құрманбаеваның немеренісі Қайрат Сатыбалдының, экс-мәжілісмен Нұрлан Нығматуллиннің, бұрынғы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың, президент әкімшілігі басшысының орынбасары Ерболат Досаевтың, бұрынғы бірқатар өңірлерді басқарған Даниал Ахметовтің мүліктері бар дейді. Осыны естіген жұрт, ол неткен байлық деп таң қалды. 4 наурызда мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров Дубайда пәтері бар шенеуніктерді олардың шетелдегі мүліктеріне құқықтық баға беріп тексеру керек деді. Оның сөзінше бас прокуратура бұған реакция білдіруге міндетті. Мен бас прокурордың атына хат жолдаймын. Моральдық тұрғыдан алғанда бұл қате, тіпті өз халқымызға жасалған қиянат. Біз бұл мәселеге құқықтық баға беруіміз қажет. Бұл үйлер қандай қаражатқа сатып алынды және бұрынғы шенеуніктердің шетелде мұндай активтерге иелік етуге хақысы бар ма еді? Прокуратура жауап беріп жатса, алдағы шығарылымдарды ескерерміз. Осы ретте ескерер тағы бір маңызды дүние бар. Қазіргі құбылмалы әлемде мемлекеттің шынайы қуаты тек қаруымен немесе экономикасымен емес, әлемнің кез келген нүктесіндегі өз азаматын қорғай алу қабілетімен өлшенеді. Жақында әлеуметтік желілерде кең таралған ресейлік туристің бейнежазбасы бұл ақиқатты тағы бір мәрте дәлелдеп отыр. Парсы шығанағындағы қақтығыс туристерді тығырыққа тіреді. Дәл осы сын сағатта әр елдің өз азаматына деген шынайы көзқарасы мен дипломатиялық фильтр іске қосылды. Ресейлік саяхатшының айтуынша, қауіп төнген сәтте Қазақстанның дипломатиялық корпусы ең жедел әрі жүйелі қимылдаған. Ресми түрде Астана шұғыл түрде байланыс орнатып, құжаттарды рәсімдеп, өз азаматтарын қауіпсіз аймаққа Сауд Арабиясына, Оманға жеткізуді ұйымдастырған. Ең бастысы, елге оралу тегін жүзеге асырылды. Орталық Азиядағы көршіміз Өзбекстанда осындай жылдамдық танытты. Ал алпауыт саналатын Ресей тарапынан өз азаматтарына қатысты ешқандай пәрмен болмаған. Люди из Казахстана. Қазақстан азаматтары елшіліктерімен сөйлесіп еді, бірден кері байланысқа шығып қол ұшын созды. Оларға арнайы үлкен ұшақ жіберіпті. Сауд Арабиясына автобуспен апарып, тағы қайталап айтайын, тегін негізде елдеріне әкеткелі жатыр. Қарап қызығып отырмыз. Ал ресейлік туристердің, яғни біздің жағдайымыз қалай? Бізде елшіліктерге хабарластық. Олар тек байқап жүріңдер, төтенше жағдай жарияланған жоқ, сендерді борт жіберіп әкету жоспарда жоқ дейді. Мұны оқып ішіміз ашыды. Ал енді таяу шығыстағы
қақтығыстың елімізге әсеріне қатысты жеке тоқталайық. Қазақстан ақш пен Израильдің операциясына байланысты Иранға арпа экспортын тоқтатты. Бұл туралы Астық одағының ресми өкілі Евгений Карабанов мәлімдеді. Карабановтың айтуынша, қазіргі жағдай сауда қатынастарына айтарлықтай әсер етіп отыр. Иран Қытаймен қатар қазақстандық арпаны ең көп сатып алушы елдердің бірі. Негізгі тасымал Ақтау порты мен Каспий теңізіндегі ирандық порттар арқылы жүзеге асады. Қазір жолға шығып кеткен астық тиелген кемелер барар жеріне жетеді. Басқа жол жоқ. Олар жүгін түсіруі тиіс, ал әлі жөнелтілмеген жоспарланған көлемдер бойынша жеткізілім тоқтатылады. Бұдан былай ешкім жаңа келісімшарт жасаспайды деп түсіндірді Астық одағының өкілі. Әскери іс-қимылдар тікелей форс-мажорлық жағдай. Қақтығыстың қызған кезеңінде жеткізілімдер тоқтатылады. Бұдан арғы жағдай соғыстың қанша уақытқа созылатынына және Ирандағы ішкі саяси, әлеуметтік экономикалық ахуалға байланысты болмақ. Бұл шешуші фактор. Яғни қақтығыс қаншаға созылады? 1, 2 немесе 3 аптама? Осыны ескере отырып, маусымның жартысы аяқталғанын түсінуіміз керек. Шартты түрде айтсақ, біз экспорттық көлемнің жартысын шығарып үлгердік. Егер қақтығыс ұзаққа созылса, арпаның қалған бөлігі маусым айына дейін сатылмай қалуы мүмкін. Қазақстан өткен жылы шетелге 1.228.000 тонна арпа экспорттады. Соның 62% Иранға бағытталды. Астық одағының өкілдерінің пікірінше, бағаның қалай өзгеретіні қақтығыстың ұзақтығына байланысты. Егер Иран нарығы жабылса, Қазақстан экспорттың қалған көлемін Қытайға бағыттауы мүмкін. Мұны бір деп қойыңыз. Екінші жағдаят мынадай. Таяу шығыстағы жағдайдың ушығуы Қазақстан үшін үлкен миграциялық дағдарысқа айналуы мүмкін. Бірнеше салдарына тоқталайық. Шетелдіктердің жаппай елге келуі қоғамда ішкі толқу тудырып, антимиграциялық қозғалыстардың өсуіне түрткі болуы ғажап емес. Дағдарыс салмағы ең алдымен табысы төмен және әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтардың иығына түседі. Мектептер мен балабақшалардағы орын тапшылығы ушығып, білім беру мен денсаулық сақтау жүйесіне түсетін жүктеме артады. Қазақстан Иран халқына көмек қолын созудан бас тарта алмайды. Бұған екі ел арасындағы тығыз сауда-экономикалық байланыстар себеп. Иран біздің маңызды серіктесіміз, сондықтан гуманитарлық мәселелерде бейтарап қалу қиынға соғады. Дегенмен сарапшылардың пікірінше, мемлекеттің ішкі тұрақтылығы мен экономикалық қауіпсіздігін сақтау үшін көші-қон ағынына лимит қойылуы тиіс. Егер алдағы 2 аптада шабуылдар саябырсыса, босқындардың келу қаупі туындамайды. Ал егер соғыс ұзаққа созылатын болса, Қазақстанға мигранттардың ағылуы әбден мүмкін. Біз Еуропа емеспіз, мүмкіндіктеріміз әлде қайда аз. Кез келген халық мигранттарды аса бір құшақ жая қарсы ала қоймайды. Экономикаға зиян келтірмеу үшін біздің ел ары кетсе 10 мыңнан 25 мыңға дейін ғана мигрант қабылдай алады. Экономикалық тұрғыдан бұдан артығын көтере алмаймыз. Олай болған жағдайда қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі төмендейді. Ең алдымен халықтың әлеуметтік аз қамтылған тобы зардап шегеді. Сондай-ақ белгілі бір деңгейде білім беру жүйесіне де салмақ түседі. Бұл жағдайдан мен ешқандай оңтайлы тұсты көріп тұрған жоқпын. Әлемдік геосаяси архитектураның құбылмалы шағында Қазақстан сияқты орта державалар үшін көп векторлы саясатты сақтап қалу жай ғана таңдау емес, стратегиялық қажеттілік. Тіпті мыңдаған шақырым алыста болып жатқан қақтығыстардың өзі қазіргі жаһанданған әлемде біздің экономикамыз бен қауіпсіздігімізге тікелей немесе жанама әсер ететіні бұлжымас аксиома. Қазақстанның басты қағидасы өзгеріссіз. Кез келген дау-дамай мен қарама-қайшылық тек келіссөз үстелінде шешілуі тиіс. Бұл мемлекетіміздің кешегі, бүгінгі және ертеңгі айнымас позициясы. Парсы шығанағындағы жағдайдың күрт ушығуына байланысты мемлекет басшысы өңірдегі елдердің лидерлерімен тікелей байланысқа шықты. Президент қақтығыстың өршуіне терең алаңдаушылық білдіріп, мемлекеттердің тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін кез келген әскери агрессияны айыптады. Қазіргідей сын сағатта Қазақстан үшін прагматизм мен теңгерімді сақтау аса маңызды. Біз үшін алыстағы соғыс жоқ, себебі жаһандық қауіпсіздік ортақ жауапкершілік. Таяу шығыс елдерімен қатынас орнату маңызды, ал одан да маңыздысы сол қатынасты бұзып алмау. Израильмен қатынас жасасаң, араб елдеріне жақпай қалуың мүмкін. Иранмен әріптестік орнатсаң, Израильге ұнамай қалуың ғажап емес. Тағысын тағы дегендей, біз бәрімен қатынас орнаттық. Иранмен байланыс бар, келісімдер де бар, логистикалық жобалар да жоспарланған. Израиль мен Ибрахим келісімін жасаудамыз, мұнай, темір сатып жатырмыз. Палестинамен де байланыс бар. Қос ел формуласын қолдаймыз. Араб елдерінің бәрімен тығыз қатынас орнаттық. Инвестиция тартудамыз. Қазіргі мақсат осы әдемі байланысты жойып алмау, таяу шығыстағы көп векторлықты сақтап қалу. Сол үшін де мәселені бейбіт жолмен диалог арқылы шешуді жөн санайтынымызды айттық.
Қорыта айтқанда, бүгінгі таңда ортақ өгізден оңаша бұзау артық деген ұстаным алдыңғы орынға шықты. Алпауыт елдердің атап айтқанда Трамп бастаған ақштың ішкі интуиция мен жеке мүддеге сүйеніп тұтас бір елдердің тағдырын шешуі әлемдік тәртіптің өзгергенін білдіреді. Күштінің арты диірмен тартатын заман деген осы. Мұндай құбылмалы кезеңде Қазақстанның ешбір тарапқа соқыр сеніммен жақтаспай, әрқайсысымен дербес дипломатиялық көпір орнатуы ең сауатты стратегия дер едік. Өйткені алыптардың арпалысы біздің бас қатыратын шаруамыз емес, біздің басты мүддеміз ұлттық қауіпсіздік пен бейбітшілік. Құрметті көрермен, ақш, Израиль мен Иранның қақтығысы қанша уақытқа жалғасуы мүмкін? Түркия мен Әзербайжанға оқ атқан кім? Иранда молдалар режимі ауыса ма? Өз пікіріңізді төменде қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің арнаға жазылып, лайк басу арқылы сапалы сараптаманың жалғасуына қолдау көрсетесіз. Өзіміз де, өзгелер де айналамызда болып жатқан жағдайды білгені дұрыс. Қайта жүздескенше.